Баршаларыңызға сәлем. Бүгін тауық қанаттарын пеште дайындаймыз. Ол үшін жақсылап жуылған тауық қанаттарының артық жерлерін, яғни қанаттың ұштарын кесіп алып тастаймыз. Кейін соус дайындаймыз. Ол үшін бір ас қасық майонез және кетчуп, кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және паприканы салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы соусымызды қанаттарымызға құйып, барлық жеріне тигізіп араластырып шығу қажет. Енді пергамент қағазы немесе фольга төселген формаға қанаттарды қойып шығу керек. Және де картоп қосамын деп шештім. Ол үшін картопымызды сәл тұздап, қанаттардан қалған соуспен жақсылап барлығын араластырып, формаға салдым. 180 градуста қызып тұрған пешке 40 минутқа жібереміз. Міне біздің тауық қанаттарымыз дайын болды. Қызарып, өте жұмсақ болып шықты. Дәмі де өте керемет. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.